Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді, бірінші жасағаннан әрбір қыздың қолынан келетін хачапури по-аджарски рецептімен бөліскім келіп тұр. Шұңғыл ыдысымызға шамамен 37 градус жылулықтағы су сүтімізді құйып, үстінен қант және аштығымызды салып жақсылап араластырамыз. Ингредиенттердің тізімі әдеттегідей видеоның астында. Ұнды алдын ала ситыдан өткізіп, ортақ массадан 2-3 ас қасық ұнды араластырамыз. Үстін пищевая пленкамен жауып, жылы жерге 10-15 минутқа қойып қоюымыз керек. Аштығы массамыздың көлемі көтеріліп, үстінде көбігі пайда болды. Массамызға тұзды қосып, одан кейін ұнымызды қосып жақсылап илейміз. Достар, каналға тіркеліп, келесі видеоны өткізіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Қамырымызды осылайша жақсылап илеп алуымыз қажет. Дайын болған қамырымызды таза шұңғыл ыдысқа саламыз. Үстін пищевая пленкамен жауып, жылы жерге 15 минутқа қоямыз. Қамырымыз біршама көтерілген, үстінен енді сұйық майымызды құямыз. Қамырымызды 5-10 минутта жақсылап илеуіміз қажет. Біздің созылмалы өте жұмсақ қамырымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай қолға мүлдем жабыспайды. Қайтадан үстін жауып, жылы жерге 40 минутқа жібереміз. Енді бізде салмасын дайындауға уақыт бар. Адыге және сулугуни ірімшіктерін орташа немесе үлкен көлемдегі үкіштен өткізіп аламыз. Дайын болған ірімшігіміздің үстінен дәміне қарай тұз қосамыз. Үстінен сүт қосып жақсылап араластырамыз. Қамырымыз дайын болғанша салмасын тоңазытқышқа қойып қоямыз. Осылайша қамырымыз 2 есе көтерілгеннен кейін үстелдің үстіне қоямыз. Қолымызға мүлдем жабыспайды, ұнның керегі де жоқ. Ортасынан бірдей етіп 2-ге бөліп, әрбір бөліктерін домалақ формаға келтіреміз. Қамырларымыздың бетін пищевая пленкамен жауып, 10 минутта күте тұруымыз керек. Көлемі шамалы көтерілгеннен кейін қолмен жақсылап жаямыз. Әрине оқтаумен де жайсаңыздар болады, бірақ қамырымыз өте жұмсақ болғандықтан, оңай әрі тез қолмен домалақ форманы келтіруге болады. Ірімшігімізді қамырдың шеттеріне осылайша қойып шығамыз. Видеодағыдай шеттерін қайырып, екі бұрышын жақсылап жабыстырып противенімізге қоямыз. Міне осы кезде пешімізді 220 градусқа қосып қоюға болады. Екіншісін де дәл солай қайталап шығамыз. Ірімшігімізді бірдей етіп 2-ге бөліп, қамырымыздың үстінен саламыз. Жан жақтарына жұмыртқаның сарысын жақсылап жағып шығамыз. «220 градуста қызып тұрған пеште 10-15 минут пісіріп алуымыз керек.
Жұмыртқамыздың сары уызын ақ уызынан бөліп аламыз. Және достар, хачапуриді қарап тұрыңыздар, өйткені әркімнің пеші әртүрлі. Біреуде 10 минутта, біреуде 13 минутта пісіп қалуы мүмкін. Дайын болғаннан кейін алып шығып, шанышқымен ортасын шұңғыл жасап, сары уызды қоямыз. Хачапуриімізді пешке 1-2 минутқа тағы жібереміз. Хачапуриіміз дайын болғаннан кейін сары майымызды алып ірімшіктердің үстінен қоямыз. Және қамырдың шет-шеттерін сары маймен жағып шығамыз. Сонда әдемі жылтырап тұрады. Достар, міндетті түрде осы рецептпен дайындап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Қамырымыз ашып көтерілуіне ғана кеткен уақыт қана болмаса, өте тез дайындалады. Осылайша шанышқымен сарысын ірімшікпен араластырып, шетінен алып жей берсеңіздер болады. Осы рецептпен дайындайтын болсаңыздар, мен сенімдімін, өте жиі істейтін боласыз. Астарыңыз дәмді болсын. Достар, каналға тіркеліп, келесі видео рецепттерді өткізіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып қойуды ұмытып кетпеңіздер.